Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның ахлағынан, мінезінен ғибрат алынар. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам базарға азық түлік алуға барады. Бара жатқанда бір жас қыздың жылап отырғандығын көреді. Әлгі қыздан жылау себебін сұрағанда, әлгі қыз: мен бір яһудидің қызметшісі едім. Әлгі қожайыным маған базарға барып май алып келуімді бұйырды. Мен соны алып келе жатқан кезде қолымнан ыдысым түсіп кетіп, ыдысым сынып, май төгілді дейді. Енді қожайыныма не бетінде айтарымды білмей отырмын. Қожайыным маған қатты ұрсатын болды деп жылап отыр екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі қызға майдың ақысын беріп, мынаған май алып қожайыныңа апар дейді. Сонда әлгі қыз: мен майды апарармын, қожайыныма не үшін кешіккендігімді қалай айтамын дейді. Сонда пайғамбарымыз: ендеше қожайыныңа бірге барамыз дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз әлгі қызды ертіп әлгі яһудиге барады. Қыздың қожайыны болған. Сөйтіп үйіне барып есікті қаққан кезде ар жағынан яһуди шығады. Әлгі яһудиге пайғамбарымыз барлық болған жайтты түсіндіріп, әлгі қызды кешіруін және оған сөгіс жарияламауын, яғни ұрыспауын сұрайды. Сонда әлгі яһуди: я Расулулла, яғни пайғамбарымызға айтып отыр: ей пайғамбар, сен артыңа сондай мұсылмандарды ерткен пайғамбар бола тұра мен сияқты бір міскіннің есігіне келіп тұрсың, осы бір қыз үшін дейді. Мен бұл қызды сенің құрметіңе азат еттім дейді. Әлгі қызметші қызын, құл қызын. Мен сенің құрметің үшін азат еттім. Сен маған иманды, исламды үйрет. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі яһудиге исламды жеңіл түрде түсіндіреді. Сөйтіп ол сол жерде исламды қабылдайды. Сөйтіп әлгі яһуди үйіне барып болған жайттың барлығын айтқанда, әлгі яһудидің бала шағасының барлығы дінді қабылдаған екен.